Сәлеметсіңдер ме оқушылар, сендермен қызықты математика каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сәлеметсіңдер ме 8-ші сынып оқушылары, бүгін біз геометрия пәні бойынша, бөлім бойынша жиынтық бағалау бақылау есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есеп. Бірінші үш ұпайлық есеп. Д бұрыш тік болатын АБД тік бұрышты үшбұрыш берілген қабырғалар мен бұрыштарының қатынасы арқылы сәйкесті анықтаңыз дейді. Сәйкестікті анықтаңыз. Ең бірінші біз тік бұрышты үшбұрыштың суретін салып алайық. Оқушылар бізде есептің шарты бойынша Д бұрышы тік болатын дейді, яғни бір бұрышы 90 градусқа тең. Бізде осындай тік бұрышты үшбұрыш берілген, А, Б деген сызыламыз, яғни А, Б, Д деп. Енді бізге айтады, қабырғалар мен бұрыштардың қатынастары арқылы сәйкестікті анықтаңыз дейді. Яғни бізде мына бұрыш 90 градус болса, мынау екі бұрыштың бізге мәндерін анықтауымыз керек. Бізде екеуі де А мен Б бұрыштары сүйір бұрыштар болады. Енді теорема бойынша бізде не дейді? Егер мынау Б бұрышын алатын болсақ, осы Б бұрышының синусы қарама қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни Б бұрышының бізде синусы, АД-ның АБ-ға қатынасы болады. Бұл Б бұрышының синусы. Енді Б бұрышында бізде синус, косинус, тангенс, котангенсті анықтай аламыз, онда жазып қойсақ болады. Б бұрышының косинусын қарастырсақ, Б бұрышының косинусы, яғни мынау қабырғасы бізде іргелес жатқан, мына қабырғасы бізде қарама қарсы жатқан, екі катет, мынау бізде бірінші катет, мына екінші катет, мына гипотенуза, немесе былай жазып қойсақ, А, Б, С деп жазып қойсақ, яғни Б бұрышының Б қабырғасы бізде іргелесі болады, А қабырғасы бізде қарама қарсы, яғни Б бұрышының косинусы іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни БД-ның АБ-ға қатынасын деп аламыз. Енді Б бұрышының тангенсі мен котангенсі десек, Б бұрышының тангенсі, ол бізде қарама қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетқа қатынасы, яғни АД-ның БД-ға қатынасы. Ал Б бұрышының котангенсі керісінше. Котангенс іргелес жатқан катеттің қарама қарсы жатқан катетке қатынасы, яғни БД-ның АД-ға қатынасы. Енді мына А бұрышын анықтайық. Дәл осылай А бұрышы үшін өздеріңіз, видеоны тоқтатып қойып, өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. А бұрышының синусы, яғни қарама қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни БД-ның АБ-ға қатынасы. Мынау синус. А бұрышының косинусы, есімізге түсіреміз жаңағы айтқан ереже бойынша, іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни АД-ның АБ-ға қатынасы. Тангенс пен котангенсті қысқартып жаза салайық. Тангенс, яғни осының тангенсі қарама қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы, яғни БД-ның АД-ға қатынасы, ал котангенсі керісінше іргелес жатқан катеттің қарама қарсы жатқан катетке қатынасы, яғни АД-ның БД-ға қатынасы. Енді осы бойынша сәйкестендікті жазып қояйық. А бұрышының синусы. А бұрышының синусы не дедік? БД-ның АБ-ға қатынасы. БД-ның АБ-ға қатынасы бізде ол Б нұсқасы. А бұрышының косинусы. А бұрышының косинусы АД-ның АБ-ға қатынасы дедік. АД-ның АБ-ға, яғни А жауабы. Келесі Б бұрышының синусы. Б бұрышының синусы АД-ның АБ-ға қатынасы дедік. А болды бізде. Келесі, тоқтаңыздар. Б бұрышының синусы АД-ның АБ-ға қатынасы, бұл бізде А болады. Б бұрышының косинусы БД-ның АБ-ға қатынасы, бұл керісінше Б болады. А бұрышының тангенсі бізде БД-ның АД-ға қатынасы. БД-ның АД-ға қатынасы, ондай жауап жоқ. Келесі Б бұрышының тангенсі АД-ның
БД-ға қатынасы бұл бізде Б жауап болады. А бұрышының котангенсі бізде А бұрышының котангенсі қайда? АД-ның БД-ға қатынасы бұл да Б жауап болады. Б бұрышының котангенсі ол БД-ның АБ-ға қатынасы, ондай АД-ға қатынасы, бұндай да жауап жоқ екен. Мына екеуінің жауабы жоқ екен. Осылай бірінші есепке жауап береміз. Келесі лагерден бір мезгілде 2 турист шықты. Біріншісі солтүстікке 3 км сағат жылдамдықпен, екіншісі батысқа қарай 4 км сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан соң олардың ара қашықтығы қандай болады дейді. Бір мезгілде, яғни мынау бізде лагер дейтін болсақ, солтүстікке 3 км, яғни жоғары бізде 3 км сағатпен жүрді. Батысқа қарай 4 км сағат жылдамдықпен жүрді. Яғни мынау бағытта, мынау бағытта бізде 3 км сағат, мынау бағытта бізде 4 км сағат жылдамдықпен жол жүріпті. Енді бізде сұрайды 4 сағаттан соң ара қашықтығы қандай болады. Яғни 4 сағат бізде уақыты 4 сағат болыпты бұл жақта. Бірінші туристің жылдамдығы бізде 3 км сағат. Екінші туристің жылдамдығы бізде 4 км сағат. Бізге 4 сағаттан соң осылардың екеуінің ара қашықтығын табу керек, яғни дельта S-ті табуымыз керек. Дельта S деп тұрғанымыз, яғни бізде 4 км сағаттан соң А жолаушы осы орында болса, 3 км сағаттан соң Б жолаушы осы орында болса, екеуінің ара қашықтығы бізде осы екі сызықты қосқанға тең. Бұл бізде тік бұрышты үш бұрыштың, яғни Пифагор теоремасы бойынша мынау бізде А, мынау бізде Б, яғни екі катет. Формуланы есімізге түсіреміз. Яғни осы ара қашықты табу үшін С-ның квадраты тең болады А-ның квадраты қосылған Б-ның квадраты екен. Яғни С деп тұрғанымыз гипотенузаның квадраты бұл бізде екі катеттерінің квадратының қосындысына тең болып тұр. Мен осылардың ара қашықтығын табу үшін бірінші S1-імізді анықтауымыз керек. S1-іміз, яғни бізде мынау В1-дің көбейтеміз Т-ға. Сонда В1 бізде 3 км сағат, көбейтеміз 4-ке, бұл 12 км. Бірінші жолаушымыз 12 км жүрді екен. Енді екінші жолаушымыз табамыз, дәл осылай В2-ні көбейтеміз Т-ға. В2 бізде 4 км сағат, 4-ті 4-ке көбейтеміз 16 км екен. Енді осы бойынша екеуінің ара қашықтығын анықтаймыз. Мынау Пифагор теоремасына салып. Сонда бұл жақта S тең болады 12-ның квадраты қосылған 16-ның квадраты. Бұның барлығы бізде түбірдің астында. 12-ның квадраты бізде 144 қосылған 256-ға 144-ті қоссақ 400 болады. 400, ал 400 түбір астынан 20 км болып шығады. Яғни жауабын жазамыз. Жауабы 4 сағаттан соң ара қашықтығы, яғни S, дельта S бізде 20 км-ға тең екен. Үшінші есеп үш ұпайлық. Егер синус альфа бізде 25-тен 7 болса, онда косинус альфа, тангенс альфа, котангенс альфа мәндерін табыңыздар дейді. Үшінші есептің берілген жазамыз. Синус альфа бізде 25-тен 7 екен. Бізге табу керек косинус альфа, тангенс альфа және котангенс альфаны табуымыз керек. Ең алдымен біз тік бұрышты үш бұрыштың суретін салып алайық. Бір бұрышы 90 градусқа тең, бізде осындай тік бұрышты үш бұрышы. Мынау бізде екі катеті болады, яғни екі кішкентай қабырғасы катет, ұзын қабырғасы бізде гипотенуза. Енді есімізге түсіреміз. Синус деген не? Косинус, тангенс, котангенс деген не? Синус дегеніміз бізде, егер бізге мына бұрыштың синусын сұрап тұрса, қарама қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, ол бізде не болады? Осы бұрыштың синусы болады. Яғни мынау бұл бұрышының синусы бізде А-ның С-ға қатынасы. Яғни бізде 7-ден 25-тен 7 деп тұр. Сонда бізде бір катетіміз 7-ге тең екен. Мынау катетіміз бізде 7-ге тең, гипотенуза бізде 25-ге тең екен. Сонда синус альфамыз бізде 25-тен 7 бұл бізде берілген деп болып тұр. Яғни жаңағы теорема бойынша осы бұрыштың синусы қарама қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни мынау катетіміз бізде 7-ге тең, мынау катетіміз бізде 25-ге тең. Енді Пифагор теоремасын қолданып, біз мына Б катетін табу арқылы
біз мынау қалған косинус, тангенс, котангенс мәндерін таба аламыз. Енді есімізге түсіреміз Пифагор теоремасы. Пифагор теоремасы бізге айтады, осы гипотенузаның квадраты бізге екі қабырғасының катеттарының квадратына тең деген жаңағы теорема бар, яғни с-ның квадраты бізде 25-тің квадраты тең болады а бізде белгілі 7-нің квадраты, б бізде белгісіз, яғни б-ның квадраты дейміз. 25-тің квадраты бізде 625, азайтылған 7-нің квадраты 49, бірден мына жаққа жібере саламыз, тең болады б-ның квадратына. Сонда б-ның квадраты бізде 576 екен. 576-ны түбірдің астынан шығарсақ 24. Яғни бір катетіміз бізде 24 кетсен, мынау катетіміз бізде 24 болып тұр. Енді қалған косинус альфа мен тангенс, котангенс альфаны анықтай аламыз. Ереже бойынша косинус альфа, яғни осы бұрыштың косинусы бізге іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни 24 бөлінген 25-ке тең. Тангенс альфамыз бізде қарама қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы, яғни 7-нің 25-ке қатынасы болады. Ал котангенсіміз бізде всегда осы тангенске қарама қарсы болады, яғни іргелес жатқан катеттің қарама қарсы жатқан катетке қатынасы, ол яғни 25. Так, 25 емес, 24 қой. 24-тің 7-ге, яқта 24 болады. 24, 24-тен 7, мынау бізде 24 бөлінген 7 болады екен. Так, төртінші есеп, 5 ұпайлық есеп. К нүктесінен қарағанда жер бетімен 60 градус бұрыс жасап көрінетін, биіктігі 35, түбір асты 3 метр болатын тік мұнара бар. К нүктесінен мұнараның жер бетіндегі нүктесіне дейінгі және оның ең биік нүктесіне дейінгі қашықтықты табыңдар дейді. Яғни бізде қандай да бір мұнара бар. Мұнараның суретін салып қояйық. Мынандай мұнара болатын болса, мына жақта бір К нүктесі болсын, К нүктесі болсын. Осы К нүктесінен қарағанда жер бетімен 60 градус бұрыш жасап көрінетін биіктігі, яғни осы К нүктесінен мына мұнараға дейін бізде жермен 60 градус бұрыш жасайды екен. Енді бізге табу керек К нүктесінен мұнараның жер бетіндегі нүктесіне дейінгі қашықтық, яғни жер бетіндегі нүктесіне дейінгі, бізде жер бетіндегі нүктесі, осыған дейін қашықтықты табу керек дейді. Және оның ең биік нүктесіне дейін қашықтықты табу керек, яғни мынау қашықтықты табу керек, мынау x, мынау қашықтықты табу керек, бұл да бізде x болып тұр. Ең алдымен жаңағы бізде тік бұрышты үш бұрыш болғандықтан бір бұрышымыз бізде 90 градусқа тең болып тұрады. Мына бұрыш бізде 90 градус, мына бұрыш бізде 60 градус. Сонда үш бұрыштардың жаңағы ережесіне байланысты бізде үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Яғни бізде мынау 90 болса, мынау 60 болса, 90-ға 60-ты қосқанда бізде 150, яғни 180 градустан біз азайтсақ 150 градусты, ол бізде 30 градус болады. Сонда бізде мынау бұрышымыз бізде 30 градусқа тең екен. Енді тағы бір теорема бар. Осы тік бұрышты үш бұрышқа байланысты, егер бізде бір бұрышы 60 градус болып, екінші бұрышы 30 градус болатын болса, мынау тұрған катет гипотенузаның, яғни қарама қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең болады екен. Яғни мынау бізде x болатын болса, мынауымыз бізде 2x-қа тең. Мынау биіктік бізде есеп бойынша 35, түбір асты 3 болса, онда бізде екі қабырғаны білуіміз керек. Бізде енді бұны қайтадан Пифагор теоремасына саламыз. Сонда бізде Пифагор теоремасы бойынша гипотенузаның квадраты осы катеттерінің квадраттарының қосындысына тең болып тұр. Бізде мынау екеуі белгісіз, біреуі 2x болып тұр, мынау бізде x болып тұр, а мынау бізде 35 түбір асты 3, яғни осының орнына қойсақ, яғни 2x-тің квадраты тең болады x-тің квадраты қосылған 35 түбір асты 3-тің квадраты. Енді 2x-тің квадраты бізде 4x-тің квадраты болады, тең x-тің квадраты плюс бұл бізде 3670.
5-ке тең. Енді x квадратты теңдікті мына жағына жібереміз. Бізде 3x квадрат болады, тең болады 3675. Сонда бізде x квадрат бұл жақтан 3675-ті 3-ке бөлеміз. 1225 болып тұр. Сонда x бұл жақтан екі жақты түбірдің астынан жіберсек 35-ке тең екен. Сонда бізде мынау қабырғамыз, яғни x қабырғамыз бізде 35 метрге тең. Қарама қарсы қабырғасы, яғни жаңағы гипотенузасы 35 көбейтілген 2, 70 метрге тең болады. Сонда жауабы К нүктесінен мұнараның жер бетіндегі нүктесіне дейінгі қашықтық ол бізде 35 метр болады. Екіншісі К нүктесінен оның ғимараттың ең биік нүктесіне дейінгі қашықтық 70 метр болады екен. Осымен оқушылар есептерінің барлығы аяқталды. Бұл менде бірінші нұсқасы болған. Каналымда екінші, үшінші, төртінші нұсқалар міндетті түрде бар. Соны қарап, комментарий қойып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Сау болыңыздар.